Сәлеметсіздер балалар, 1-84 есебіміз шығарайық. Есептеңдер дейді. Бірінші есебімізден бастап. 2-ның 5 дәрежесі көбейтілген, 2-ның 3 дәрежесі және 3 дәрежесі, 2-ның 13 дәрежесі тең. Енді 2-ның 5 дәрежесі мұнда көбейтілген, 2-ның 3-дің 9 дәреже болады. Бөлімінде 2-ның 13 дәрежесі болады тең. Негіздері бірде болған кезде не істейді? Дәрежелер қосылады. 2-ның 9-ға 5-ті қосамыз, 14 дәрежесі болады. Ал мұнда бөлімінде 2-ның 13 дәрежесі болады тең. Енді мына жерде 2-ның 14 дәрежесі бөлінген, 2-ның 13 дәрежесі. Дәрежелер бөлі болған жағдайда азайтылады, негіздері бірде болғанда. Яғни 2-ның 1 дәрежесі. Ол 2-ге тең. Келесі екінші есебімізде 5-тің 8, оның квадраты 8 дәрежесі және оның квадраты көбейтілген 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 5-тің 20 дәрежесі тең. 5-тің 2-8 16 болады, көбейтілген 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 5-тің 20 дәрежесі тең болады. Негіздері бірдей болғандықтан істейді, дәрежелер қосылады көбейту амалында. 5-тің 16-ға 7-ні қосатын болсақ, 23 болады. 5-тің 20 дәрежесі тең болады. 5-тің 23-і және 5-тің 20 дәрежесі тең болады. Негіздері бірдей болғандықтан мен симада астына жазам. 5-тің 23-тен 20-ны азайтсақ 3 дәрежесі. 5-тің 3 дәрежесі 5-ті 3 рет көбейтілгенге тең. Яғни 5-5-25, 25-ті 5-ке көбейтеміз. 125 болады. Бұл бізде екінші есебіміз. Енді үшінші есебімізде 5-тің 5 дәрежесі, оның квадраты бөлінген 25 көбейтілген 5-тің 6 дәрежесі тең. 5-тің 2-10 дәреже болады. Ал мұнда бөлімінде 5-тің 2 дәрежесі және де 5-тің 6 дәрежесі болады тең. Енді алымында 5-тің 10 дәрежесі қалпынша болады да, бөлімінде негіздерін біз бірде қылып алдық. Дәрежелерді қосамыз, 2-ге 6-ны қосамыз, 8 болады. Тең 5-тің 10 дәрежесі бөлінген 5-тің 8 дәрежесі тең болады. Негіздері бірдей болды. Енді не істейміз? Дәрежелерді бір-бірінен азайтамыз. 10-нан 8 азайтсақ 2 болады. 5-тің 2 дәрежесі ол 25-ке тең. Келесі бізде соңғы есебіміз, яғни 4-ші есеп шығарайық. 4-ші есебімізде 81 көбейтілген 3-тің 6 дәрежесі бөлінген 3-тің 4 дәрежесі және 3 дәрежесі. Тең болады. Енді негіздерін бірдей келтіру үшін 3-тің 4 дәрежесі ол 81-ге тең болады. Көбейтілген 3-тің 6 дәрежесі. Мұнда 3-тің 3-4-ім 12. Яғни 12 дәрежесі тең. Енді қосамыз алымында дәрежелерді. 10 дәреже болады, 6-ға 4-ті қоссақ, бөлімінде 3-тің 12 дәрежесі тең болады. 3-тің 10 дәрежесі бөлеміз, 3-тің 12 дәрежесі тең болады. Ол дегеніміз 3-тің минус 2 дәрежесі тең болады. Астына жазайын, 3-тің минус 2 дәрежесі ол 1 бөлінген 3-тің 2 дәрежесі. Яғни 1 бөлінген 3-тің 2 дәрежесі ол 9-ға тең.
осымен 4-ші есебіміз аяқталды.